Саламатсыздар ма, құрметті 35-ші топ студенттері. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы ой көкпар сөз талас өткізу жолдары. Сіздерге белгілі, біз осы уақытқа дейін пікірталас түрлерін өткен болатынбыз. Ендеше ой көкпар мен сөз таласта сол пікірталастың түрлеріне жатады. Ең алдымен сабағымыздың мақсатын мен таныстырып өтейін. Сабағымыздың бүгінгі мақсаты осы ой көкпар сөз талас кезінде түрлі тақырыпта сөйлеуге, пікір таластыруға, әр тұлғаның өз ойын дәлелдеуге, басқаның пікірінің қате екенін дәлелдеуге жаттығу және шебер сөйлеуге жаттықтырумен дағдыландыру. Ал енді сөз таластың негізгі анықтамасын білейік. Сөз талас дегеніміз орыс тілінен аударғанда, яғни прения мағынасы қандай да бір мәселені, не болмаса бірдеңені көпшілік арасында талқылау. Ал ой көкпар дегеніміз бұл француз тілінен аударғанда дебат, яғни талас деген мағынаны білдіреді. Яғни сөз таластағыдай ой көкпарда да белгілі бір мәселені көпшілік алдында талқылау дегенді білдіреді. Ал енді мына суретке қарап отырсаңыздар, бұл жерде екі қарама қарсы пікір, яғни сөз таласта да, ой көкпарда да екі пікір болатыны анық. Яғни қандай да бір мәселені талқылаған кезде қарама қайшы пікірлер орын алады. Бірақ сол қарама қайшы пікірге қарамастан әр адам, не болмаса әр топ өзінің пікірін дәлелді етіп шығарады. Құрметті студенттер, сіздерге берілетін тапсырма осы 4 сұрақтан құралады. Осы сұрақтарға толық жауап берулеріңізді сұраймын.